Едіге, ноғайлардың сүйрайырауы Тоқтамыс ханға Едігедің асылын айтып береді. Ол Едігедің яғын тұтып, қаш дегенді білдіреді. Едіге қашады. Оның артынан қуғын түседі. Сонда қуғыншыларға Едіге бұлай деп толғайды. Мен қайтпанда қайтып еді өтпенде, енегесі биік боз орда иеліп салам берменде, төбем құтсыз болған соң ернеуі юқашың аяқ хан сарқытын ішпенде, ернім елкек болған соң етегі алтын ең алтын хан тонларын кименде, инім құтсыз болған соң құлағын біздей қадаған, кекелін қыздай тараған, үргенде ұзын санаған хан атларын мінменде, ауым құтсыз болған соң шорасынан шора бөліп берсе де, шорағасы болманда байталынан байтал бөліп берсе де, байлап қымыз ішпенде, ауызым құтсыз болған соң майтағынан майтақ бөліп берсе де, падишалық сүрменде басым құтсыз болған соң ер болып атқа мінген соң бір yol алып үрген соң хатын болып қайтпанда көлеген сөзімді көктен оғым айтпаса, ауызыман айтпанда қарағайдан биектерекпен басынан дауыл етсе теңселмен, менмендікте тоба қылған ердірмен, достар отын сөндірмен, дұшпан отын яндырман, екенді көлтөгірек алдаулы сөзің не керек? Бүк кеткеннен кетермен, Шатемір ханға етермен, Шатемір маға қол берсе, Құдай Аллам yol берсе, Тоқтамыстай тісі кертік тілі мүлтіс ханларды, аяқ астына салып, бір